Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде келесі тақырып бұл предназначениеңізді қалай табасыз. Бұл қазіргі таңдағы өте актуальны темалардың бірі. Көп адамдар менің миссиям неде, өзім неме айналысатынымды білмеймін, маған не ұнайтынын білмеймін деген көп адамдарда сондай запрос. Егер де бүгінгі сабақты толық осознать етіп түсінетін болсаңыздар, осы сабақтан кейін нақты түрде өзіңіздің предназначениеңізді не қалайтыныңызды табатын боласыз. Егер де сіз әлі күнге дейін өзіңіздің қалауыңызды таппаған адам болсаңыз, өзіңізді басқалардан кем санаудың, бір бездарный, қолыңыздан түк келмейтін адам санаудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Өйткені білесіздер, әрбір кірпіштің өзінің кетігі бар да. Сіздің де туылғаннан кейін адам болып бұл өмірдегі өзіңіздің предназначениеңіз, өзіңіздің жүріп өтетін жолыңыз бар. Егер де әлі күнге дейін өзіңіздің қалауыңызды таппаған адам болсаңыз, ол тек қана сіздің өз-өзіңізбен сөйлеспегендігіңізден, өз-өзіңізді осы күнге дейін түсінуге тырыспағандығыңыздың әсерінен ғана. Ол ешқандай да сіздің қолыңыздан түк келмейді, сіз ешқандай бір керексіз адамсыз дегенді мүлдем білдірмейді. Сіздің проблемаңыз тек қана өзіңіздің осыған деген жүрегіңіздің үнін естімей өмір сүріп келгенсіз. Егер де бүгінгі сабақты толық түсінетін болсаңыз, толық осознать ететін болсаңыз, 100% гарантия сіз өзіңіздің жүрек қалауыңызды табатын боласыз. Жалпы жүрек қалауы деген не? Предназначение, миссия дегеніміз не? Кеше эфирде айтқанымдай, нәпсі бар, да? Және де интуиция бар. Бұлардың айырмашылығын айттым ғой, қалай ажырататыныңызды. То есть, егер де сіздің қалауыңыз одноразовый болса, тек қана бір сәттік ләззат үшін, бір рет пайдаланғаннан кейін, бір рет қолданғаннан кейін, то есть, бір рет қолдану үшін ғана сіз ол нәрсені алғыңыз келетін болса, бұл сіздің ешқандай да предназначениеңіз емес, бұл ешқандай да интуиция емес, бұл тек қана нәпсіңіз. Ал интуиция дегеніміз, ол жерде сіздің бесконечный, таусылмайтын ол нәрсеге сізде махаббат. Сізде ол нәрсеге қатысты таусылмайтын мотивация. Сізге ол нәрсеге қатысты өлмейтін қызығушылық. Мысалға қараңыз, сіз, например, сахнада шығып билегіңіз келеді. Бірінші сіздің қалауыңыз, екіншісі сіз ән салғыңыз келеді. Бірақ та қайсы сіздің предназначениеңіз болуы мүмкін? Например, сіз сахнада билегіңіз келеді, просто бір-екі рет өзіңізді көрсету үшін, жаңағы талантыңызды солай билей алатыныңызды көрсету үшін деген сияқты. Бірақ сіздің ол нәрсемен өмір бойы айналысуға құлқыңыз жоқ, желанияңыз жоқ, ешқандай ол нәрсемен өмір бойы танцевать ету, өмір бойы билеп, сахнада жүруге сіздің ешқандай желанияңыз жоқ, былайша айтқанда. Сіз қызығасыз, сізге ұнайды, бірақ та таусылмайтын ол нәрсеге қатысты сізде махаббат жоқ. Ал егер ән салуға келген кезде, сіз кез келген ортада өмір бойы ән салуға дайын болсаңыз да, біреу ән салып берші деген кезде тегін ән салуға дайын болсаңыз, просто сізге ән айту сұрасын, сұрамасын ұнайтын болса, оған сіз өмір бойы сол нәрсемен айналысуға, өмір бойы тегін ән айтуға, өмір бойы ән шырқап өтуге сіз дайын болсаңыз, яғни оған сіздің таусылмайтын махаббатыңыз болса, таусылмайтын қызығушылығыңыз болса, бұл нақты сіздің интуицияңыз, сіз айналысу керек нәрсеңіз. Түсіндікті? Енді неге сіз, нақты сіз өзіңіздің жүрек қалауыңызды таба алмайсыз? Жаңа айтып өткенімдей, сіз демек өз-өзіңізбен сөйлеспейтін адамсыз. Өзіңіздің жүрегіңіздің үнін просто жауып тастағансыз. Ол блок болуы мүмкін да, ол сіздің сондай қалыптастырған мінезіңізден болуы мүмкін. Оған қолымнан келмейді деген сияқты түрлі установкалар болуы мүмкін. Оның себебі әртүрлі. Бірақ тағын сіздің жүрек қалауыңызды табуыңыздың бірден бір жолы, бұны, наверное, ешкім әлі айтпаған болар, даже айтқан, я не знаю, бірақ мен ешерден осы күнге не естіген жоқпын, бірақ менің түсінгенім бойынша, сіздің жүрек қалауыңызды табу үшін тек қана сізге тыныштық керек. Қазіргі сәтпен өмір сүру керек. Неге? Сіз қазіргі сәтпен өмір сүрген кезде, айттым, сізде екі ғана состояние.
Біреусі сізде благодарность, екіншісі жай ғана тыныштық. Немесе яғни көтеріңкі көңіл-күй, немесе жай ғана состояние. Просто присутствовать. Қазіргі сәтте болу. Осы екі состояние ғана сіз қазіргі сәтпен өмір сүргенде болатын осы екі күй, сіздің жай күйіңіз, да? Енді қараңыз, жалпы предназначение, миссия дегеніміз не? Миссия дегеніміз, яғни сіздің белгілі бір орындау керек нәрсеңіз, да? Жасайтын, сізге ұнайтын нәрсе, жүрегіңіздің қалауы істеу керек нәрсеңіз. Сіз жалпы ол нәрсені не үшін жасайсыз? Сіз ол нәрсені адамдарға пайда келтіру үшін, пайдалы болу үшін жасайсыз, да? Сол арқылы сіз миссияңызды орындау арқылы сіз не только адамдарға, но өзіңізге пайда алып келесіз. Өзіңізге пайдасы, жаныңыз рахаттанады, өз-өзіңізбен довольствоваться етесіз. То есть өз-өзіңізге көңіліңіз толады, во-первых. Екіншісі, сол арқылы сіз табыс табасыз. Сіздің материальный сфераңызға да өзіңіздің көңіліңіз толатын болады. И душевный, жаныңыздың ішінде де өзіңізге көңіліңіз толады. Вообще, кім береді, кім бөлседі? Алдынан бері айтқанымдай, өзінде бар адам ғана бір нәрсемен бөлседі. Миссия дегеніміз, предназначение дегеніміз, өзіңіздің біліміңізбен, өзіңіздің идеяңызбен, өзіңіздің проектіңізбен, өзіңіздің продуктыңызбен адамдармен бөлісу. Кім бөлседі? Өзінде бар адам ғана бөлседі, да? Өзінде бақыт бар адам басқаларға бақытымен. Просто ол априори өзінде не бар, изначально сол нәрсемен ғана бөліседі. Өзінде ашу бар ма, бүкіл елге ашуланады, ашумен бөліседі. Өзінде бақыт болса, бақытпен бөліседі. Өзінде білім болса, біліммен бөліседі деген сияқты. Қандай адам бөліседі? Өзінде, тағы да қайталап айтамын, бар адам. Енді қараңыз. Қазіргі сәтпен өмір сүрген кезіңізде айттым, сізде чувство благодарности, не болмаса тыныштық сезімі, да? Яғни ол состояниеде сіздің жүрегіңіз тыныш. Сіздің көңіліңіз тоқ. Кім бөлседі? Көңілі тоқ адам. Состояние музы, состояние вдохновения. Шабыт деген қай кезде келеді? Көңіліңіз тоқ болған кезде, ішіңізде тыныштық болған кезде адамда шабыты оянады. От состояния полноты, от благодарности, шүкіршіліктен шабыт келеді. Ішкі тыныштықтан адамның шабыты оянады, музасы оянады. Понимаете? Сіз өзіңіздің жүрек қалауыңызды тапқыңыз келсе, өзіңізді тыныштық состояниесіне келтіру керексіз. Тыныштық состояниесінде чувство благодарность бар кезде сізге еш нәрсе керек емес. Сіз просто благодарныйсыз, сіз присутствовать етіп өмір сүріп жатсыз, яғни сіз шүкір айтып жатырсыз деген сөз, немесе просто сіздің жаныңызда тыныштық деген сөз. Енді сізге жаны тыныш адамға қандай ой келеді? Жаны тыныш адамға қалай бөліссем екен, қалай берсем екен деген мықты идеялар, әлемдегі ең мықты проектлар, ең мықты барлық идеялар, да, бүкіл өмірді жақсартуға арналған нәрселердің барлығы, бүкіл шабыт, бүкіл мировой бестселлерлардың барлығы, бүкіл шедеврлардың барлығы тек қана от состояния полноты келген. Яғни сіздің өзіңізді ішіңізден благодарный сезінгеніңіз, өзіңіздің ішіңіздегі тыныштықтан туындайтын побочный эффект деуге болады. Сіздің көңіліңіз тоқ болған кезде сіз бөлісесіз. Сіз мысалға ойлаңыз, сіз бір апта бойы тамақ ішкен жоқсыз, есінің алдыңызға тамақ қойса, сіз бөліскіңіз келе ме? Ұялғаныңыздан бөлісуіңіз мүмкінсіз, бірақ сіз бөліспейсіз. Сіздің қарныңыз өте аш. Сіз қарныңыз тойғаннан кейін барып, басқалармен жаныңыз тыныш күйде бөлісесіз. Сіз уже ол тамақты қызғанбайсыз, сіз уже ол тамақпен бөліскіңіз келеді, дәл сол сияқты. Сіз тек қана жүрегіңізде тыныштық болған кезде басыңызға идея, өзіңіздің жүрек қалауыңыз келеді. Жалпы өзіңіздің шабытыңыз оянған кездерді есіңізге түсіріп көріңізші, вдохновение келген сәттеріңізді.
тек қана ішкі тыныштықтан, от благодарности. Депрессивный адамға шабыт керек па? Жоқ. Мысалға сіз сурет салатынды жақсы көретін адамсыз да, бывает иногда шабытыңыз ашылып, сурет салғыңыз келіп, прям құштарланып, қолыңызға карандашты алып сурет саласыз да. А прикиньте, сіз депрессияда отырсаңыз, сізге сурет салу керек па? Сіз қағазды да, карандашты да, сурет салуды да сіз жек көріп тұрасыз. Ондай кезде сіз өз-өзіңізді естімейсіз, өз-өзіңізді тыңдай алмайсыз. Өйткені сіздің бүкіл фокусыңыз, вниманиеңіз тек қана сіздің проблемаңызға арналып тұрады. Как только сіз тыныштық состояниесіне келесіз, внутреннее спокойствие, сол кезде ғана сіздің миыңыз жұмыс жасап бастайды. И ол шабыт, ол вдохновение, ол миссияңыз, ол сіздің күнделікті бытовой ойларыңызға ұқсамайды. Сіз оны бірден түсінесіз. Сіздің миссияңыз екен, сіздің жүрек қалауыңыз екен. Ол анда-санда сізге редко, но метко келетін ой, редко, но метко келетін осознание и идея. Сіз сол идеяны ұстаған кезде ғана, сол идеяны жүзеге асыруды ойлаған кезде ғана, сіз өзіңіздің миссияңыз бен предназначениеңізбен айналып бастайсыз. А ол үшін айтқанымдай, сізге ең керегі ол тек қана жүрегіңіздің тыныштығы. Сіздің жүрегіңізге тоқтық керек. Сіздің жүрегіңіз тыныштыққа тою керек. Жүрегіңізде тыныштық болған кезде ғана сізде тихая внутренняя радость болады. И содан кейін ғана сіздің сознанияңызда, подсознанияңызда идея, сұрақ пайда болады. Мен қалай әлемге көмектесе аламын? Мен қалай әлемге пайдамды тигізе аламын деген от состояние благодарности ғана туындайтын сұрақ, туындайтын запрос. Сіз өзіңіз проблемада қиналып жатсаңыз, сіз әлемге көмектесу туралы ойламайсыз, сіз әлемді құртып жіберу туралы ойлайсыз. Как минимум, да. Сол себепті, егерде өзіңіздің миссияңызды тапқыңыз келсе, тек қана өзіңізді тыныштық состояниеге келтіріңіз. Сол кезде жүрегіңіздің үнін нақты еститін боласыз. Ал тыныштық, ол айттым ғой, сабыр. Просто сабырлық. Қазіргі сәтпен өмір сүресіз, тек қана сабырмен күтесіз. Кеше айтқанымдай, көп адамдар сабырды төзумен шатастырады. Проблема болса сабыр деп отыруды, прям сол проблемаға төзу деп санайды. Нет. Еш нәрсеге ешқашан төзуге болмайды. Сабыр деген не? Сабыр деген состояние спокойствия. Ол тыныштық состояниесі. Кез келген өміріңізге келген проблемаға спокойствиемен, тыныштықпен жауап қайтару. Тыныштықпен шешім шығару. Проблема келді, сабыр етесіз, өзіңізді тыныштыққа келтіресіз. Сабыр деген не? Проблема келген кезде эмоцияның качелесінен түспеу. Бір крайнестен екінші крайнесқа ұшпау, біресе қатты қуану, біресе қатты қайғыру деген сияқты екі крайнестің арасында секірмеу. Ортаны ұстау. Просто проблема келді, не қайғырмайсыз, не қуанбайсыз, сабыр етесіз. И сол сабырлықтан, сол спокойствиеден сіз трезвый шешім шығарасыз. И ол шешіміңіз всегда дұрыс. Сабыр деген сол. Сабыр деген кез келген нәрсеге спокойствиемен жауап беру арқылы өміріңіздің проблемаларын шешу, ол төзу емес. Төзу ол мүлдем басқа нәрсе. Төзу деген ол, знаете, ол адамға тән емес нәрсе. Адам болғаннан кейін проблемаларды шешіп үйрену керек, күресіп үйрену керек. Алдыға жылжу деген нәрсе адамдарда, саналы адамдардың барлығында болу керек нәрсе. Сол үшін сабырды төзумен шатастырмаймыз. Кез келген проблемаға өміріңізге келді ма, просто сабыр етесіз. Яғни өзіңізді тыныштық, спокойный состояниеге келтіресіз да, сол спокойный состояниеден шешім шығарасыз. Неге? Өйткені қараңыз, мысалға қарап тұрсаңыз, кезіндегі осыдан 10 жыл бұрынғы, 5 жыл бұрынғы проблемаларыңыз басыңызда болған, қазір сіз үшін түк емес. Просто ерунда. Кезіндегі сонша уайымдаған энті қазір сізге проблема ма? Нет. Очередной экзамен, да, мектепте тапсырған, қалай қиналып, қалай уайымдап, депрессияға түсіп барып экзамен тапсыратын едіңіз. Қазір қарап тұрсаңыз, болмайтын ерунда. Сіз сол моментте, сол сәтте, сол экзаменді жүрек тыныштығымен тапсыруыңызға болатын беді? Иә. Ентіға сонша уайымдамай-ақ қойсаңыз да болатын беді? Иә. Мұғалімнің алдында сонша дірілдемей-ақ қойсаңыз болатын беді? Иә. Бірақ сіздің таңдауыңыз не болды? Сіздің таңдауыңыз уайымдау, сіздің таңдауыңыз қорқу, сіздің таңдауыңыз депрессировать ету болды. Бірақ сіз сол моменттен бері әлі күнге дейін түсіне алмай келетқан бір нәрсе,
сіздің қазіргі өміріңіздегі проблеманың өзі де это ерунда. Понимаете? Бірақ ирония в том, что сіз бұл нәрсенің ерунда екенін әттең сіз 10 жылдан кейін ғана түсінесіз. Сіз бұның ерунда екенін түсіну үшін сізге әлі как минимум 5 жыл керек. Прикиньте. Сіз 5 жылдан кейін қазіргі проблемаңызға білейін, сол кезде өкінбей-ақ қойсам да болатын еді. Сол кезде қорықпай-ақ қойсам да болатын еді. Сол кезде уайымдамасам да шешілетін нәрсе екен ғой деп ойлайтын боласыз. Понимаете? Сіздің санаңыз үшін сіздің текущий проблемаңыз, қазіргі сәтіңіздегі проблемаңыз үлкен бір өте алмайтын белес сияқты көрінеді. А уақыт өте келе сіз оның жай ғана ерунда екенін түсінесіз. Сол себепті өткенде көбілеріңіз сұрадыңыздар ғой, осы көре алмаушылықты қалай жоюға болады деп. Көре алмаушылықты жоюдың бірден бір себебі, бірден бір осознание, да? Қандай осознание десеңіздер, просто сіз түсіну керексіз, что сіз мысалға бір адамның өміріне қызығасыз, ол адамды көре алмайсыз да, ол адамның жақсылығын. Егер де бір адамның жақсылығын өзіңізге алғыңыз келсе, соны көре алмасаңыз, всегда мына нәрсе есіңізде болсын, сіз ол адамның өмірін егер өзіңізге қалайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде ол адамның дәл сондай реальності ол адамдағыдай сіз өз өміріңізге 100% тарта аласыз. Бірақ та не минусы бар білесіздер ме? Сіз ол адамның өмірін минусымен де, плюсымен де тартатын боласыз. Понимаете? Ол адам Инстаграмға керемет нәрсені салуы мүмкін, ол адам жарқырап жүруі мүмкін, ол адамда бәрі болуы мүмкін. Вам кажется, что ол самый счастливый человек. Бірақ оның да өзіндік проблемалары бар. Понимаете? Сіз, когда соның проблемалары сіздің басыңызға келген кезде, сіз сол проблема үшін суицид жасауыңыз мүмкінсіз. Сіз сол проблема үшін өміріңізді қиып жүру мүмкінсіз. Өйткені әр адамның сознаниясына қарай оның проблемасы да әртүрлі. Проблемасыз өмір болмайды никогда. Просто сіздің проблемаға деген көзқарасыңызға байланысты. Сіздің проблемаңыз, бір проблемаңыз мен үшін ерунда болуы мүмкін. Да? Менің проблемам сіз үшін вообще андай өміріңізді қиып жүруге дейін апаратын страшный нәрсе болуы мүмкін. Бірақ ол нәрсе мен үшін ерунда болуы мүмкін. Понимаете? Проблеманы әркім санасына қарай қабылдайды. Сіздің мектеп кезіңіздегі санаңыз экзаменге қандай проблема ретінде сіздің санаңыз сондай деңгейде болды. Экзаменнен қорқу деңгейінде сіздің санаңыз дәл сондай болды, и сол экзаменге сіз сол күйде жауап бердіңіз. Қазір де сіз өміріңіздегі проблемаларыңызға өзіңіздің сана деңгейіңізде жауап беріп жатсыз. И сіз біреудің өмірін тартқан кезде, прикиньте, сіз оның не то что плюсын, сіз оның минусымен қосып тартасыз. Ал сіз сол проблемаға дайынсыз ба? Сіз білмейсіз оның өмірінде не болып жатқанын. Сіздің де өміріңізге қазір біреу дәл солай қызығып жүр. Сіз ойламаңыз, сіздің мен ничтожествомын, менің өміріме ешкім қызықпайды деп. Нет, сізде түк жоқ болуы мүмкін, бірақ сізде бала-шаға болуы мүмкін. Адамдар, бір балаға зар адамдар бар. Сізде түк болмауы мүмкін, бірақ сізде денсаулық болуы мүмкін. Бүкіл ақшасын сізге бере салуға дайын адамдар бар, сол бір денсаулық үшін. Сізде түк болмауы мүмкін, бірақ сізде әдемі түр болуы мүмкін. Прикиньте, сізде түк болмауы мүмкін, бірақ сізде аяқ қолыңыз сау, денеңіз бүтін болуы мүмкін, понимаете? Всегда сіздің өміріңізге қызығатын адам табылады. Бірақ ол білмейді сіздің өміріңіздегі былықты. Ол білмейді сіздің өміріңіздегі проблеманы. Сізде ол да ойлайды, сізде бәрі идеальны деп, потому что сіз жақсылығыңызды асырып, жамандығыңызды жасырасыз. Понимаете? Сол сияқты ешкімнің өміріне қызығудың қажеті жоқ, көре алмаудың қажеті жоқ. Әркімнің сана деңгейіне байланысты өзінің проблемасы бар. Соның проблемасы сіздің басыңызға келгенде, сіз сынып кетуіңіз мүмкінсіз, потому что вы не готовы. Понимаете? Сіз дайын емес сондай нәрсеге. Сол үшін никогда біреудің өміріне ешқашан акцент қоймаңыз. Сіз ойлайсыз, сіз бәрін білемін деп, но на самом деле вы ничего не знаете, сіз еш нәрсе білмейсіз. Ол адамның проблемасына, возможно, сіз дайын емессіз. Сіз ол адамның проблемасына сынып кетуіңіз мүмкінсіз, понимаете? Әр адамның өзінің емкости болады. Кеше айтқанымдай, әр нәрсенің өзінің өсу, шарықтау уақыты бар, өзінің гүл беретін, бүршік жаратын уақыты бар. Әр адамда ол бар, бүкіл адамда.
бір адамдарға слава 50 жасында келеді, бір адамдарға 70 жасында келеді, бір адамдарға 90 жасында келеді, бір адамдарға 10 жасында келеді. Бір адамдар туыла салып аузында алтын қасықпен туылады, у него все есть. Туыла салады, ода байлық та бар, бақыт та бар, махаббат та бар, туылғаннан беріледі бір адамдарға, понимаете? Әркімнің өзінің, айтып тұрмын ғой, гүл жаратын, бүршік жаратын уақыты бар. Бір өсімдіктер бар 3 ай сайын жеміс береді, бір өсімдіктер бар 5 жылда бір жеміс береді, бір өсімдіктер бар 1 жыл сайын жеміс береді деген сияқты. Сіздің де жемісіңізді беретін, гүлденетін, бүршік жаратын уақытыңыз бар. Просто сабырлықпен өз уақытыңызды күтіңіз. Сабырлықпен дегеніңіз ол төзу, тек қана қашан маған береді екен деп отыру емес. Айттым ғой, сабырлық төзу емес. Сабырлық әр нәрсеге альхамдулиллах деп, әр нәрсеге шүкіршілік, благодарность, спокойствиемен жауап беріп, просто проблемаңызды сабыр состояниеден шешіп үйрену. Проблема келді, терең тыныс алдыңыз, сабырлықпен проблемаңызды шештіңіз, дальше кеттіңіз. И сіздің де өзіңіздің уақытыңыз келеді. Сол үшін біреулерде айтып жатырмын ғой, мысалға осы курстан, жаңағы неден, практикадан да, біреулеріңіз 3 айда өзгеріс болуы мүмкін, біреулеріңізде 1 жылда келуі мүмкін квантовый скачок, да? А біреулеріңізге отырған 5 жылдың өзі аз. Понимаете? Әркімнің өзінің сана деңгейіндегі өзінің емкості бар. Сіз 5 жылдың ішінде өзгеріске жетпедіңіз деген, сіз басқалардан төмен, немесе басқалардан бір жеріңіз кем дегенді білдірмейді. Сіздің өміріңіздегі сіздің шарықтау деңгейіңіз, сіздің өсу процесіңіз басқаша, басқаларға ұқсамайды. Айтып тұрмын ғой, басқаларға ұқсамайды. Әр человек уникален по-своему. Сіз сол үшін өзіңізді біреумен салыстырып, біреумен қалып бара жатқандай, біреуден өсіп бара жатқандай сезінудің ешқандай қажеті жоқ. Просто живите, как живется, и все. Келетін нәрсе өз уақыт сәтінде өзі келеді. Әр нәрсенің сабақты ене сәтімен деген. Просто Аллаға тапсырыңыз, и все. Кеше айтқандай, өмірдің знактарын іздеудің қажеті жоқ. Знак іздейсіз ба? Знак везде. Айттым ғой, мен знак іздеп, бір ретінде сондай знактарды көрген кезімде одинаковый цифрларға акцент қойдым ба, мен күніне 20 рет одинаковый цифр көрдім. Күніне 30 рет одинаковый цифр көрдім. Күніне миллион рет везде мен знактар көрдім. Понимаете? Не нәрсеге акцент қоя, сол нәрсе өміріңізде қаптап кетеді. А олардың саны бар, сапасы жоқ. Сіз сөйтіп жүріп өз-өзіңізді жоғалтып аласыз. Сол знактардың ішінде қайсысы правдивый, қайсысы неправдивый, соны біле алмай, ажырата алмай қаласыз. Өз бетіңізбен знактарды іздеудің де қажеті жоқ. Не заморачивайтесь, просто бәрін Аллаға тапсырасыз. Я Аллам, өміріме белгі бересің ба, мен соны белгіленді түсінетін, маған сана бер, болды. Аллаға тапсырасыз, жүресіз. Сіз сол кезде ғана кез келген нәрсенің өз уақытында, өз сәтінде, керекті сағатында, сол жерде, сол орында, сол жерде отыратын боласыз. Болды. Просто Аллаға тапсырыңыз, деміңізді, тынысыңызды алып, сабырлықпен, спокойствиемен проблемаңызды шешіп, өміріңізді сүріңіз, болды. Сіз қалаған предназначение, сіз қалаған тыныштық, сіз қалаған момент сізге келеді. Понимаете? Біреуде мықты болып жатыр ма? Пусть бола берсін. Біреу қалып жатыр ма? Пусть қала берсін. Озып жатыр ма? Оза берсін. Әркімнің өсу деңгейі, әркімнің скорості, әркімнің емкості әртүрлі. Сіз біліңіз, сіз өзіңіз болғаныңыз үшін сіз кереметсіз. Сіз болғаныңыз үшін кереметсіз. Сіз өзіңіздің жалқаулығыңызбен кереметсіз. Сіз өзіңіздің жайбасарлығыңызбен кереметсіз. Сіз өзіңіздің сондай бір сознание, мышлениеңізбен кереметсіз. Понимаете? Оны просто асықтыратын өзіңіз ғана. Бір нәрсені істеп аласыз да қашан. Сіз мысалға ойлаңызшы, сіз 1 жылда бір жеміс беретін, например, өсімдік сіз да, и сіз айналаңыздағы 3 айда бір жеміс беріп жатқан өсімдіктерге қарап, вы страдаете. Сіз ойлаңызшы, 1 жыл өміріңізді вы могли просто наслаждаться етіп, күннің луч күнін алып, ауаны жұтып, просто наслаждаться етіп, 1 жыл бойы дайындалып, өзіңіздің керемет дәмді плодыңызды беруіңіз керексіз. Сіз так сол плодты бересіз. Сол 1 жыл бойы сіз так сол плодты жасап жатырсыз. Бірақ сіз ол плодты спокойный состояниемен өмір сүріп те жасауыңызға болушы еді.
бірақ сіз не істедіңіз? Сіз ол плодты так жасап шығардыңыз. Сол алма беруіңіз керек па? Сіз сол алманы так бересіз бір жылдан кейін. Бірақ какой ценой? Прикиньте, бір жыл бойы қайғырып, депрессия, стресс, ананы кінәлау, мынаны кінәлау, ана өсімдікпен салыстыру, мына өсімдікпен салыстыру деп, сіз через страдание бересіз ол жемісті. Сіз жемісті беріп жатқан кезде де сіз ләззатты сезінбейсіз ешқандай. Сіздің ішіңізде күйініш, сіздің ішіңізде өкініш, сіздің ішіңізде салыстыру, тыныштық жоқ, понимаете? Сіз сол бергіңіз келген жемісті так бердіңіз ғой. Бергіңіз алма ма, алма так бердіңіз. Гүл ма, гүл так аштыңыз гүліңізді. Бірақ сіз өмір сүрген жоқсыз. Сіз бақытты болған жоқсыз. Өмірдің мәні неде? Өмірдің мәні просто оны сүруде. Понимаете? Сол үшін не надо ешкіммен өзіңізді салыстырып, страдай, да? Біреудің өміріне қызығасыз ба, біліңіз. Соның сол деңгейіне байланысты у него проблемы. Мысалға, почему жаңағы адамның күні адаммен дейді да, мен почему каждый день, я тоже, сіз ойлайсыздар ма, менде уже блог жоқ, такая сижу, прям бір монашка ұқсап, нет. Менде де өзімнің сана деңгейіме байланысты блогтарым мынадан. Мен күнделікті прорабатываюсь, күнделікті шешем. А мен 3 жыл бұрын менде осындай блог бар ау деген менің түсіме де кіріп шықпаған. Менің қазіргі блогтарым это более сложные, чем было когда-либо в моей жизни. И через 5 лет будет еще глубже, еще больнее. Понимаете? Адам әрбір өмір сәтінде өседі, әрбір өмір сәтінде осознание, әрбір өмір сәтінде оның өзіндік белестері бар. Өмір сонысымен қызық. Прикиньте, сізде бәрі бар. Бүкіл арманыңыз орындалған. Өмір қызық па? Қызық емес. Просто быть в моменте и наслаждаться и жить. Сізге бәрі өзі-ақ келеді. Бүкіл нәрсе сізге өзі-ақ келеді. Ал ол нәрсені асықтыратын, ол нәрсені салыстыратын, ол нәрсеге қатысты күйіп пісетін не ол? Ол сіздің миыңыз. Только ваше сознание. Сол үшін айттым, миыңызды бөлек көріңіз да, миыңызды бақылаңыз, өміріңізді, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз и все. Дәл қазіргі сәтте маған мына видеода сөйлегеннен артық маңызды бір нәрсе бар ма? Жоқ. Маған дәл қазіргі сәтте мына видеоны түсіріп болғаннан кейін осы видеоны обрабатывать етіп каналға салғаннан артық маңызды нәрсе бар ма? Жоқ. Маған дәл қазіргі сәтте үй алу маңызды ма? Жоқ. Маған ең бірінші сабақты салып да обрабатывать етіп содан кейін ғана келесі нәрсеге көшем. Маған дәл қазіргі сәтте менің мақсатым, менің өмірге қойған планым маңызды ма маған? Нет, менің қазіргі сәттегі задачам не? Осы жерде сөйлеу, білім беру, бұны обрабатывать етіп, группаға, адамдарға салу, потом план жазу, андай-мындай. Менің қазіргі маған маңызды нәрсе осы. Мен осы жерде отырдым, жаңа ғана, например, мен тамақ іштім, бір нәрселер, фрукты жедім, сол столды мен әлі жинаған жоқпын. Маған сол столды жинаудан басқа маңызды нәрсе бар ма мен үшін? Жоқ. Мен бір жылдан кейін, например, машина алатын болсам, сол машинаға жеткенге дейін мен бір жыл бойы срачта бірде-бір рет ыдыс жумай отыра аламын ба? Жоқ. Бірде-бір рет үй жинамай отыра аламын ба? Жоқ. Это необходимость. Даже сол бытовуханың өзі, даже сол жуылатын ыдыс, жуылатын киімнің өзі мақсатыңызға жетуге деген процесс. Вы поймите это. Мен по-любому сол машинаны алу үшін де, сол үйге, не знаю, любой нәрсеге жету үшін де мен по-любому ыдыс жуып барып жетем. Мен по-любому үй жинап барып жетем. Мен по-любому осы сабақты түсіріп барып жетем. Получается, маған қазір сөйлегеннен артық нәрсе бар ма? Нет. Маған қазір менің мақсатым маңызды ма? Нет. Я наслаждаюсь, я говорю и наслаждаюсь. Болды, маған бұдан артқан бақытты нәрсе жоқ. Вы просто осознайте и живите в моменте.